Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Мен алдыңғы видеода Шыңғысхан құрған татар империясы ыдырағанда пайда болған хандықтардың басым көпшілігінде қазақтар билік еткендігін айтқан болатынмын. Бүгінгі видеода татар империясынан бөлек аумақтарда билік етіп, патшалық құрған қазақтар жайлы айтатын боламын. Сондай-ақ Евразияның 3/2-сіне билік еткен қазақтардың билігі не себепті құлағандығын, тіпті ұмытылып кеткендігін айтатын боламын. Егер сіздер YouTube'да жұмыс істеу арқылы айына 1 миллионға дейін табыстауды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Кавказ бен Таяу Шығыста билік еткен қазақтар. Аққойлы империясы 1467 жылдан 1503 жылға дейін өмір сүрді. Аққойлылар оңтүстік Қазақстан аумағында мекендеген ежелгі қазақ тайпасы. Қазіргі таңда да қазақтардың арасында кездеседі. Олар 11 ғасырдан бастап батысқа көше бастады. 13 ғасырда Шыңғысхан шығыстағы қазақ тайпалармен басып кіргенде аққойлылардың басым көпшілігі көшіп кетті. Сондықтан қазір олар аз. Көшкендері батысқа барып көптеген мемлекеттерді басып алып, өз билігін орнатты. Аққойлылар шарықтау шегінде қазіргі Түркияның оңтүстік шығысын, Иранның 1/3 бөлігін, Ирактың 1/7 мен Кувейт, Әзірбайжан, Армения аумақтарына иелік етті. Қарақойлы империясы 1375 жылдан 1468 жылға дейін өмір сүрді. Қазір қазақтарды құраушы тайпалардың бірі. Қазақстанның оңтүстігін мекендеген Шыңғысхан шапқыншылығынан батысқа көшкен қазақтар. Шарықтау шегінде қазіргі шығыс Түркия, Иранның солтүстік батысы, Ирактың 1 бөлігі мен Әзірбайжан, Армения аумақтарын басқарды. Солтүстік Африка мен Шам өлкесін билеген қазақтар. Арабтар исламның алғашқы ғасырында үлкен қарқынмен орасан зор аумақты басып алып халифат құрса да, кейіннен осы аумақтарды ұстап тұру, қорғау қиындық тудыра бастады. Көптеген байлыққа ие болған адамдар бұрынғыша тоқтаусыз соғыса беруден шаршады. Сондықтан оларға үнемі шаршамай соғысатын жауынгер адамдар қажет болды. Бұл жағынан олар түркілерден артық шеберлерді таппады. Нәтижесінде Қыпшақ даласынан жауынгер құлдар, Мәмлүк және Гулям деген атпен белгілі адамдар тартылды. Бұлардың ауқымды бөлігін қазақтар құрады. Кейіннен араб халифаты мен әмірлері кімнің қол астында түркілер көп болады деп жарысатын болды. Көбейіп кеткен түркілер күш алып билікті басып алды. Қазақтар негізінен Мысырда шоғырланды. Мәмлүктер 1250 жылы Аюбиттер әулетінен болған Тұран шахты өлтіріп, билікті басып алды. Бірақ Мәмлүктердің екі жетекшісі болды. Бахриттер деп аталатын мәмлүктер бейбарысты қолдаса, екінші бір тобы Құтызды қолдады. Бірақ Кетбұқа бастаған кәпір қазақтар мен одақтастарының жақындауы оларға бірігіп ортақ жаумен соғысуына түрткі болды. Айнжалут шайқасында мәмлүктер Кетбұқа әскерін талқандаған соң, бейбарыс Құтызды өлтіріп, бар билік тізгінін өз қолына алды. Нәтижесінде қазақтар 1250 жылдан 1382 жылдар аралығына дейін бірқатар араб жерлерін қамтыған Мәмлүк елінде сұлтан болды. Жалайыр сұлтанаты. Жалайырлар қазақтардың батысқа жорығы нәтижесінде көшіп барды. Сұлтанат 1335 жылдан 1432 жылға дейін өмір сүрді. Жалайырлар Ирак, Сирия мен Иранның 1 бөлігін басқарды. Қазақтардың ұлы моғол мемлекетін құруы. Шайбан ханға ерген 150 мың қазақ Мәуереннахрға басып кіріп, Әмір Темір империясын құлатқан соң көптеген шайқастарда әскерлерінен айырылып қиын жағдайда қалған Бабыр қазақтардан көмек сұрады. Қасым хан Шайбанмен жауласқандықтан оның қарсыласы Бабырды қолдап әскер берді. Қазақтардың күшімен Бабыр Ауғанстанның ауқымды бөлігін соғыссыз-ақ басып алды. Бабыр одан әрі Үндістан аумағын басып алуды көздеді. Ол үшін тағы да Қасым ханнан көмек сұрады. Қасым әскерлермен қатар Қазақ хандығындағы ең талантты қолбасшылардың бірі Қобыландыны жіберді. Бабыр сондай-ақ Осман империясынан зеңбірек мамандарын да шақыртып, әскерлерді от қарулармен жабдықтады. Бастапқыда олар Үндістан аумағын басқарып отырған мұсылман түркі империясы Дели сұлтанатына қарсы соғысты. Оның арғы жағындағы үндістер әдеттегідей Орта Азиядан келген қарақшылар Делиді тонап еліне қайтады деп үміттенді. Бабыр қазақ әскерімен 1526 жылы Панипат түбіндегі шайқаста Дели әскерін күйрете жеңді. Бабырдың кетпей тұрақтап қалатындығын көрген раджпуттар 1527 жылы 80 мың әскермен Акрага таяп келді. Бабыр тағы да әскерін ұйымдастырып, Дели әскеріне қарсы қолданған тактиканы қолданды. 10 сағатқа созылған шайқаста раджпуттар қырылып қалды.
Бабыр естелігінде Раджпуттар әскері қайсарлықпен қарсы тұрып, қаншама әрекет жасаса да, кешқұрым жеңіліске ұшырады. Олардың жеңілісі сұмдық қантөгіспен аяқталды деп еске алды. Қазақтардың қолдау көрсетіп Ауғанстан мен Үндістанның біраз аумақтарын жаулап бергендігіне риза болған Бабыр 30 ақсүйек қазақты өз мемлекетінің әртүрлі қалаларына әкім етіп сайлады. Арғын Шихинбей Бабырдың бас кеңесшісі болып сайланды. Ал Қобыланды батыр Мололжамен арада 7 жылдан соң қазақ хандығына қайтып келді. Нәтижесінде қазақтардың қолдауымен құрылған Ұлы Моғол империясы Бабырдан кейін де көлемін ұлғайтып, қазіргі Пәкістан, Бангладеш, Ауғанстанның оңтүстік шығыс бөлігі мен Үндістан аумағын қамтыды және 19 ғасырдың ортасына дейін өмір сүрді. Яғни, көріп отырғандарыңыздай, орта ғасырда қазақ тайпалары таяу шығыс пен оңтүстік Кавказды өзара бөліп алды. Бұл аумақтардағы араб, парсы, Кавказ халықтары қазақтардың билігін мойындауға мәжбүр болды. Олардың жағдайы не болғандығына келер болсақ, әдеттегідей, қазақтар жау жоқ болса не істейді? Әрине, өзара соғысады. Әмір Темір көшпенді қазақ тайпаларынан көптеген әскер жасақтап, Қарақойлыларға басып кірді. Әмір Темірмен соғыста Қарақойлылар жеңіліске ұшырап, османдардан көмек сұрады. Бірақ көп замай Әмір Темір османдарды да Анкара түбіндегі шайқаста ауыр жеңіліске ұшыратты. Сондай-ақ Әмір Темірдің соққысынан Жалайыр сұлтанаты уақытша құлады. Жалайырлар Темір кеткен соң қайта бас көтерсе де, бұрынғы жағдайына келе алмады. Оны көрген Қарақойлылар Жалайыр сұлтанатын өздеріне қосып алды. Бастапқыда туыс әр одақтас болған Аққойлы мен Қарақойлы бір сәтте соғыса кетті. 1435 жылы Аққойлылар Қарақойлының әлсірегенін пайдаланып Арменияны басып алды. 1467 жылы Аққойлы патшасы Ұзын Хасан хан мен Қарақойлы патшасы Жахан Шах арасында болған Муш қаласының түбіндегі шайқаста Аққойлы әскері Қарақойлыларды тас-талқан етіп жеңіліске ұшыратты. 1468 жылы Жахан Шах бар күшін жинап шешуші шайқасқа түсті, бірақ тағы да жеңіліске ұшырап, әскерімен қоса қырылып қалды. Нәтижесінде Аққойлылар толықтай жеңіске жетіп, Қарақойлыларды басып алды. Одан әрі Аққойлылар 1472 жылы Осман империясына басып кіріп, Сивас, Қайсері қалаларын басып алды. 1473 жылы Ұзын Хасан хан Осман әскерін талқандады. Зеңбірек істеріне көбірек ден қойған османдар келесі Отлық бегі түбіндегі шайқаста көшпенді Аққойлыларды жеңіп, басып алған жерлерден ығыстырды. Аққойлылар 1478 жылы мәмлүктерді талқандады. Көптеген тоқтаусыз соғыстар ақыры Аққойлыларды әлсіретіп, 1501 жылы әзірбайжандардың басып алуына алып келді. Қазақтар сыйыспай өзара бір-бірін талқандағаннан кейін, таяу шығыстың батыс бөлігін Осман империясы алса, шығыс бөлігін әзірбайжандардың Қызылбастар империясы алып, билік тізгіні Оғыз түркілерінің қолына көшті. Сол секілді басқа аумақтарда да Алтын Орда ханы Тоқтамыс Әмір Темірге бір емес бірнеше рет соқтығысып, ақыры мемлекеттің іргесін шайқалтты. Алтын Орда ыдырғаннан кейін де ішіндегі иеліктер бір-бірін аямады. Қырым татарлары үлкен орданы шапты. Сібірдегі қазақтар қазақ хандығымен соғысты. Көптеген қазақ-бұқар соғыстары және осы секілді соғыстар ақыр соңында қазақтардың барлық иеліктерінен айырылуымен аяқталды. Қазақтар бодандыққа түскенде рухын оятпау үшін және бас көтермеу үшін орыстар 20 ғасырға дейінгі қазақ тарихын зерттеуге тыйым салып, өз тараптарынан түбегейлі жалған өзгертулер енгізді. Достар, сондай-ақ мен Telegram каналыма тіркелулеріңізді өтінемін. Мен ол жақта басқа да тарихи оқиғаларды қарастыратын боламын.